Аллах тағалам, сен пәксің, мақтаулысың, сенің есімің берекелі, сенің даңқың жоғары, сенен өзге тәңір жоқ. Пайғамбарымызға салауатыңды, сәлеміңді, рахым берекелеріңді тілейміз. Аллах тағалам, Рамазанның Раббысы, осы Рамазандағы тақ түндеріңнің ең соңғы түнінің, ең соңғы тақ түнінің қарсаңында тұрмыз. Раббымыз, біз саған өзіміздің мұқтаждығымызды, пақырлығымызды танытамыз. Аллах тағалам, осы түнде салиқалы құлдарыңа қандай жақсылықтар әзірлеген болсаң, сол жақсылықтарды бізге нәсіп ете көр. Раббымыз, осы түннің нұрын, берекесін, тура жолын, сондай-ақ мына нәпсіні жеңу жеңісін нәсіп ете көр баршамызға. Аллах тағалам, барлық мақтаулар, алғыстар бір өзіңе ғана тән. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіңнен тілегендей, Аллах тағалам, сен молайтқан нәрсені ешкім тарылтпайды. Сен тарылтқан нәрсені ешкім молайта алмайды біздерге. Аллах тағалам, сен адастырғанда ешкім тура жолға салмайды. Сен тура жолға салғанда ешкім адастырмайды. Аллах тағалам, сен бергенді ешкім бөгей алмайды. Сен бөгегенді ешкім бере алмайды. Аллах тағалам, сен жақындатқан нәрсені бізден ешкім алыстата алмайды. Сен алыстатқан нәрсені ешкім жақындата алмайды. Аллах тағалам, бізге деген берекетіңді молайта көр. Аллах тағалам, рахымыңды, кеңшілігіңді, ризығыңды молайта көр. Аллах тағалам, пайғамбарымыз өзіңнен тілегендей, біз сенен тұрақты бақыт сұраймыз. Ешқашан жойылмайтын, ешқашан үзілмейтін. Аллах тағалам, қандай да бір қиын жағдайлар болған болса, сол жағдайларда біз сенен осы иманның тұрақтылығын сұраймыз. Аллах тағалам, қандай да бір қауіпті жағдайлар болса, сол қауіптерде біз сенен амандықты сұраймыз. Аллах тағалам, бізге қандай да бір нәрселер берген болсаң, алданудан сақта. Берген нәрселеріңнің жамандығынан саған сыйынамыз. Бермеген нәрселеріңнің де жамандығынан саған сыйынамыз. Аллах тағалам, сондай-ақ пайғамбарымыз өзіңнен тілегендей, біздің жүрегімізге иманды, сүйкімді қыла көр. Аллах тағалам, оны біздің өміріміздің тақырыбы қыла көр. Аллах тағалам, сондай-ақ бізге мына күпірлікті, пасықтықты, бойұсынбайтын, екіжүзділік мінездердің барлығын жек көрінішті қыла көр. Аллах тағалам, бізді саналы құлдардан қыла көр. Аллах тағалам, бізді мұсылман күйде өмір сүргіз, мұсылман күйде ғана жанымызды ал. Сондай-ақ бізді өлімнен кейін Раббымыз салиқалылардың қатарына қоса көр. Әлгі хауыздың қасында қор болып айдалып кететіндердің қатарында емес. Аллах тағалам, қорланбаған, фитналарға ұшырамаған түрде тірілте көр. Аллах тағалам, сондай-ақ мына дініңде елшілеріңді өтірікке шығарып, мына тура жолыңнан әрдайым тайдырып отыратын, осы дініңді әрдайым қисық қып көрсеткісі келетіндер, Раббым, осы жолы, осы дінмен соғысқысы келетіндер, әлгі сахнаның арт жағындағылардың барлығын өзің талқандай көр, жоспарларын талқанда. Осы елдерге, мұсылман елдерге қастық ойлағандардың барлықтарын өз елінің ішінде әлекке салып қойшы. Аллах тағалам, сен хақ тәңірімізсің біздің. Раббымыз, осы күнге дейін тура жолмен қай құлдарыңды жүргізіп, соларды жақсы көрген болсаң, бізді де солардың қатарына қосып, осы тура жолмен жүргізе көр. Аллах тағалам, сондай-ақ қай құлдарыңды дос тұтқан болсаң, сол дос тұтқан құлдарың қатарына бізді қосып дос тұта көр. Аллах тағалам, қай құлдарыңа амандық нәсіп еткен болсаң, өлімнің кезінде, ақыретте, Раббымыз, біздерді де солардың қатарына қосып, бізге де сол амандығыңды нәсіп ете көр. Аллах тағалам, қайсы бір жерге бір шешім шығарған болсаң, сол шешімнің жаман қырынан бізді сақтай көр. Расында сен шешкеннен кейін сенің үстіңнен ешкім шеше алмайды. Аллах тағалам, сен дос тұтқанды ешкім әлсірете алмайды. Раббым, сен қас тұтқанды ешкім көтере алмайды. Сенің есімің берекелі, даңқың биік, Раббымыз. Біз сенен кешірім сұраймыз. Лайықсыз болсақ та сенен фирдаус жәннатын сұраймыз. Раббымыз, күнәларымызды, күллі жамандықтарымызды мойындап, тозақ азабынан өзіңе сыйынамыз. Аллах тағалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзің айтқандай, сенің ашуыңнан, наразылығыңнан, сенің разылығыңа сыйынамыз. Аллах тағалам, сондай-ақ сенің азабыңнан, қаһарыңнан, сенің аман алып қалуыңа сыйынамыз. Сондай-ақ сенен саған сыйынамыз. Аллах тағалам, қанша дәріптеулер, мақтаулар, құлшылықтар жасасақ та, шынымен де сен өзіңді дәріптегендей, біз сені дәріптей алмаймыз. Сен бізді кешіріп көр. Пайғамбарымыз үйреткендей, сен кешірімдісің, сен кешіруді жақсы көресің, сен бәрімізді кешіріп көр.
Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Сондай-ақ Раббымыз, пайғамбарымыз өзіңнен тілегендей, ей Аллах тағалам, бізбен саған қарсы келіп күнә жасап қоюдың арасын әрдайым бөгеп тұратын бізге өзіңнен қорқу қабілетін сыйлай көрші. Ей Аллах тағалам, бізге бойсұнудан соншалықты сыйлашы, сенің жәннатыңа жеткізетіндей. Раббымыз, мына дүниенің күллі қиындықтары бізге әлсіз болып көрінетіндей шәксіз сенім сыйлашы. Ей Аллах тағалам, мына өзің бізге берген есту қабілеттеріміз, көру қабілеттеріміз, ой қуатымыз, Раббымыз осының бәрін тірі болғанға дейін сен риза болатын нәрселерді пайдалануымыз нәсіп етші. Раббымыз ұрпақтарымызға да сондай нәрселерді мұрагер қылшы. Ей Аллах тағалам, қайсы бір елдерде алынбай қалған кектеріміз болса, ол кектерімізді өзіңе тапсырдық Раббымыз. Раббымыз сондай-ақ бізге қас қылғандарға бізге өзің жәрдем бере көр. Ей Аллах тағалам, мына қандай қиыншылықтар болса да, қиыншылықтарды біздің дінімізде жасай көрмеші. Ей Раббымыз, мына үмбеттің шашылған түрін жинап берші. Ей Аллах тағалам, әрбір елдегі ғалымдарын түзеп, сол ғалымдардың жүрегін өзіңе қаратшы. Ей Раббым, сенен басқа нәрсені, сен риза болған нәрседен басқаны оғаламайтын сондай өзіңе адал ғалымдардан қылшы. Ей Аллах тағалам, солардың бүкіл әлемде дауыстарын біріктіре көрші. Мына мұсылманның, пайғамбарымыздың үмбетінің Раббым сабын бекітіп, бір-біріне бауыр, сондай бір дос қылшы. Аллахым, қай жерде жүрсе де бір-бірі үшін жаны ауырып дұға қылатындай дәрежеге жеткізші. Ей Аллах тағалам, сондай-ақ мына дүниені біздің түпкі мақсатымызға айналдырмашы. Біздің күллі біліміміз жеткен нәрсе осы дүние оқымасыншы. Ей Аллах тағалам, сондай-ақ пайғамбарымыз салсам өзіңнен тілегендей бізге рахым қылатындығына сұлтан қыл. Ей Раббымыз, кімді қойсаң да сен қоясың, тек қойған адамыңның жүрегін өзіңе қаратшы. Раббым, жүректер сенің иелігіңде қой. Аллахым, өзінен гөрі елін ойлайтындай жүрек берші. Тіпті отбасынан гөрі мына елдің қамын ойлайтын жүрек берші. Аллахым, жүректерді өзгертуші сенсің. Кімді қойсаң да өзіңдігін қойшы, я Раббым. Өзің риза болатын, өзіңнің дидарыңды іздейтін, ақыретті дүниеден жоғары қоятын, Раббым, мақсаты жәннат болған, өзіңнің разылығыңды көздеген адамдарды қойып, мына халықты да сондай басшыға және сол басшыны мына халыққа лайықты қылшы. Аллахым, сондай-ақ мына өзің қалыптастырып жатқан еліміздегі мына кішкентай салиқалы қоғамды Раббым, өзің үлкен нығметке жеткізе көрші. Я Раббым, баршамызды, ғалымдарымызды да жөндеп берші. Мына әйелдерімізді салиқалылығын түгендеп берші. Мына біздерді, ерлерді Раббым, өзіңнің алдында жауапты болған ерлерді өзіңе берілген ерлерден қылшы. Я Аллах тағала, осы дұғамызды осы соңғы Рамазанның соңғы тақтымында, я Раббым, қабыл ала көрші. Я Аллах тағалам, салиқалы тақуа құлдарынан қалай қабылдасаң, бізден солай қабылдашы. Раббымыз, күнәларымыздың кешірімізден бізге пердеңді жаппашы. Я Аллах тағалам, бізді өзің дархағыңда, сол кешегі өзің осы аяттарда баяндағандай, Раббым, о заттардың дәрежесіне қарай өзің көтере көрші. Я Аллах тағалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өзің уәде еткен сол үлкен биік орынды нәсіп етші. Сондай-ақ оның қасында ертең шапағатына ие болатындай, хауыздың қасында оның қасынан айдалып кететіндей топтардан болуымыздан сақтай көр, я Раббымыз. Я Аллах тағала, біз сенен пайғамбарымыз үйреткендей фирдаусты сынаймыз. Оған лайықсыз болсақ та, сондай-ақ бізді тозақ азабынан сақтай көр. Оған лайықты болсақ та, Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахим.